Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Егер де сіз 1688 бен қалай заказ алуды білмей жүрсеңіз, онда бұл видео сіз үшін арналады. Сондықтан толық қарап каналға тіркеле кетіңіздер. Баршамызға белгілі, бізде жаңа пост логистикалық тасымал компаниясы енді 1688 бен тікелей серіктестік орнатты. Соған сәйкес біз ешқандай загранпаспортты тіркемей-ақ, алипейсіз-ақ 1688-ге заказ салуға болады. Соны қазір бірге жасайтын боламыз. Ол үшін өзіміздің жаңа пост қосымшасына кіреміз. Бұл менде жаңа пост қосымшасының басты беті. Осы жерде 1688-ді таңдап кіремін. Міне, осындай бізге маркетплейс ашылатын болады. Барлығы мына жерде орыс тілінде тұр, немесе қазақ тілінде таңдап қойсаңыздар болады. Мына жерде категориялары барлығы тұр. Сіздерге ұсынылған, яғни жиі сатылатын товарлар астында тұрған бағалары доллармен көрсетілген. Әйелдер киімі, электроника, аксессуарлар, ана мен бала, таза хлопктан, мақтадан жасалған киімдердің барлығын бізге бөліп көрсетіп қойған. Осы жерде мен қазір чистый хлопок деп бала киімін таңдайын. Кез келген өзіңізге қажетті таңдап аламыз товарды. Тура Пиндода тәрізді. Осы жерде поискке товардың атауын жазып, немесе камера арқылы іздей берсеңіздер болады. Қазір камерамен бір товарды іздеп көрейік. Галереяға өтеміз. Осыған ұқсас маған балалар көйлегі қажет. Міне бізде бірнеше варианттар ашылды. Қазір біреуін таңдап алайық. Мына көйлекті таңдайын. Бізге барлығын орысша көрсетіп тұр. Светі товардың көктем және күзге арналған. Товардың бағасы, рейтинг өздері шығарып мына жерде көрсетіп тұр. 5 жұлдыз екен, яғни сапасы өте жақсы. Міне, мына продавец өзінің товарларына кепілдік бере алады деп мына жерге жазып қойыпты бізге. Яғни осы товарды ойланбастан алуларыңызға болады. Мына жерде товардың сипаттамасы, бренд, категориясы, бойы барлығы жазып көрсетілген. Қай уақытқа арналған барлығы. Және де материалы бізге хлопок қажет. Барлығын танысып шығамыз. Енді заказға көшеміз. Мына жерде бойы, размерный ряд барлығы тұр. Купить сейчас деп басамыз. Товардың түрін түсін таңдаймыз. Осы түрінен таңдадым. Бойын таңдаймын. 90 деп. Мына жерде плюсті басып, товарды қосамыз. Енді сатып алуды басамыз астындағы. Жаңа адресті қосамыз. Яғни өзіңіздің қазақстандық адресіңізді қосасыздар. Аты жөнімізді жазамыз. Регион. Аудан, қаланың барлығын көрсетіп шығамыз. Телефон номерлеріңіз. Электронды почтаны жазамыз. Индекс. Және де ең астына толық адресті көрсетеміз. Адресті жаздық, енді подтверждение жасаймыз. Бір товар қосылды. Отправить заказ деп басамыз. Оплата карты деп шықты. Енді картаны қосамыз. Карта номерін
Жарамдылық мерзімі 3 кодты барлығын толығымен толтырып шығамыз. Картаның мәліметтерін толтырдық. Енді подтверждение жасап, жалғастырамыз. Төлемге қажетті барлық оплата суммасы $7.08, ал заказдың суммасы $6.87, яғни бізге комиссия қосылып тұр. Бұл жерде, егер сіздер заграм болмаса, онда әліпбиді тіркей алмайсыздар, сәйкесінше сіздерден комиссия алынатын болады. Бір заказға менде міне $0.121 комиссия ұсталып тұр, сонда $7.08-ге шықты. Арқарта оплата деп басып, төлем жасай бересіздер. Енді сіздерге қазір товарды сатып алып, оны қалай отслежка жасап отырамыз және отмен жасауға, возврат жасауға бола, соның барлығын көрсететін боламын. Қазір бір товар таңдайын, мына жерде. Осындай жаңбырға киетін плащ. Осыны сатып алатын боламыз. Сатып алу деп бастық, светін таңдаймын. Ақ түсін таңдаймын. Біреуін қостым. Екінші серый светін таңдаймын. Қостым. Барлығы 2 товар қосылды. Және де ақ светінен тағы қосайын қазір. 3 товар сатып алу деп басамын. Филиалды таңдау қажет дейді. Мына жерде таңдаймыз филиалды. Енді осы жерден доставка заказды жібереміз. Отправить деп. Картамызды қосамыз. Добавить карту дейміз. Алдыңғы оплатада мен картаны сақтамаған болуы мүмкін. Мына жерде сохранить карту деп тұр. Соған галочка қойсаңыз, мүмкін сізде осы карта сақталып тұратыздар, және болашақта сол арқылы оплата жасай бересіздер. Оплата деп астындағысын басамын. Болды, міне Каспи картамнан ақша алынды. Заказымыз кетті. Просмотр заказа деп басамыз. Астына қарасаңыздар, возврат средств деп тұр. Соны басып, қайтадан отмена жасауға болады. Мына жерде только ақшаны қайтарып алу дейді. Яғни біз әлі товарды алған жоқпыз, жаңа жібердік. Осылай өзіңіз жіберген заказдарың шығып тұрады. Таңдап ақшаңызды қайтарып ала аласыздар. Маған әрине ол әзірге керек жоқ. Енді товарымыздың келгенін күтеміз. Енді жеке кабинетке өтейін қазір. Перевозка дегенді басып көрейік. Жаңағы 2 товар түсті. Возврат жасау деп бір ғана кнопкамен қайтадан возврат средств жасай аласыз.